Сонымен жеке тұлғаларға қатысты мәліметтер мынадай болып тұр. 90 күнге сіздердің несиелеріңіз шегеріледі. Шегеріледі деп жазылған. Енді ол қалай жүзеге асады? Міне, сіздің 3 айлық несиеңіз ай сайын төлейтін. Мысалы, 60 мың делік. Жеке тұлғалар, құрметті көрермендер, тыңдап алыңыздар. 60 мың, 60 мың, 60 мың. Шегеріледі деген сөз, мына кредиттеріңізді төлемейсіздер деген сөз емес. Сіздер бұл кредиттеріңізді төлейсіздер, тек олардың үстемақысы үстіне қосылатын, жүрмейді. Дұрыс қой. Индира ханым, дұрыс түсіндік, біз? Жүрмегенде ол жүрмейді емес, ол осы уақыт аралығында жүрмейді. Үстіндегі үстемақы жиналып, кейінгі анау 4-ші айға береді. Осы уақыт аралығында жүрмейді, бірақ 90 күн өткеннен кейін мына үстемақыларыңыз сізге келеді. Мені төлеңдер деп. Енді жеке кәсіпкерлерге қатысты мемлекеттің жеңілдігі де дәл осылай. Индира ханым, дұрыс қой? Индира ханым көріп отыр ма екен? Индира ханым көріп отыр. Бұны түсіндіру міндет, өйткені дезинформация деген болмау керек. Кәсіпкерлерге қатысты дәл осы тетік жұмыс істейді. 3 айлық несиелеріңізді төлейсіздер, тек үстіндегі үстем ақысын төлемейсіздер, бірақ 90 күннен кейін мына үстем ақыларды төлейсіздер. Енді менде сұрақ. Бауыржан мырза, білікті экономист ретінде сізге мынау тетік жеке тұлғалар мен кәсіпкерлерге көмек пе? Бұл әрине, бұл бір тығырықтан шығудың ең бірінші кезектегі ғана жолы, бірақ та ол кәсіпкерлердің осы тығырықтан белсенді шығып, әрі қарай жұмыс жасап кетуіне ешқандай да көмек бере алмайды. Біз бір нәрсені ажыратып алуымыз керек. Мемлекет қай уақытта болмасын, жалпы әлеуметтік бюджеттегі жалпы 46% әлеуметтік шығындарды құрайды. Жалпы мемлекеттің кейінгі қаржылардың жалпы уже бюджеттің 50%-ның өзі әлеуметтік шығындарға жоспарлаған. Жалпы оны біз қолдаймыз, қуанамыз. Бірақ та мемлекет екінші деңгейлі банктерде біз алысқа баратын болсақ, арыға баратын болсақ, 2008-2009 жылдары мынау әлемдік дағдарыс болған кезде мемлекеттің 4 траншпен бөлінген 250 миллиард теңгелері мысалға банктердің сол уақытта тығырықтан шығуына үлкен мүмкіндік берді, қайтарымсыз берілген. Енді қарапайым халыққа келген кезде біз неге оны мынау кейінгі төлеуге қалдырамыз? Неге осы 3 айдың дүниесін, неге біз осы карантиннің уақытында жауып тастап, бұны мемлекеттің ешқандай сол кезде 4-ші айда мен білуім керек. 4-ші айда мен келген кезде 3 айдың жинақталып келген жаңағында несиесі немесе оның үстіндегі жаңағындай вознаграждениесі маған үлкен ауыртпалық әкелетінін мен сезінбеуім керек. Мен білуім керек, 3 айдан кейін менің кәсібім осы карантин тоқтағаннан кейін кәсібімді мен әрі қарай дөңгелетіп, менің қаншама жоспарланған алдағы болашағымның барлығы да ешқандай тығырықсыз кетуін мен сезінуім керек. Оны әрбір кәсіпорын, әрбір халық соны күтіп отыр қазір халықты мемлекеттен. Сол үшін мемлекет осындай үлкен, бұл былай айтқан кезде, мынау 2-4 триллион теңге деген, былай қараған кезде ол жалпы қарыз болатын болса, мысалға халықтың банктың арасындағы, оның 3 айдың ақшасын бір уақытта жаңағыдай алып тастап көмектесу, ол халыққа жаңағыдай үлкен моральды көмек болады, материалды көмек болады. Сол үшін мемлекет бұндай көмекті де жаңағындай қарастыруды нақты көрсету керек. Алмас мырза, сізге кәсіпкер ретінде манағы тетік үлкен көмек болар ма еді? Жоқ. Жеке азамат ретінде де бұл ешқандай тетік көмек емес. Бірақ мен жаңағындай 3 айлық мүлдем төлеп тастау дегенге де қарсымын. Себебі 7,5 миллион адамның әр қайсы айына 50 мың теңгеден төлейді деген кезде, оны ары қарай есептесеңіз, қаншама миллиард. Ол адам, мен мысалға мен көзім несием бар адам. Мен сондықтан да оны мен алған кезде мен есептеп алдым. Қаншаққа шамам жетеді. Әрбір экономист біледі, егер сенің өзіңнің ақша табатын, мысалға айына 10 мың теңге табатын болсаң, 2,5 мың теңгеден артық несие алуға болмайды деген. Сонда есеппен. Менің ұсынып отырғаным былай мысалға. Сіз мысалға былайға уақытыңыз тездетіңіз сода. 3 ай десек, мысалға, 5 ай мысалға, сіздің 2 ай төлейтініңіз бар ғой, мен соны мүлдем шегер деп айтпаймын. Міне мынадан кейінгі 2 айға ауыстыр. Анау ары қарай кете бер, уақыт берсін. Міне 1 ай бітеді. Сіздікі мүлдем 3 айда алып тастауға болады. Міне біздің бүгінгі ұсынысымыз осы. Ал әзірге менің түсінгенім, кредит мәселесі әлі толыққанды шешілген жоқ. Алдағы уақытта да басқа тетіктері қарастырылады деп ойлаймыз. Бізде бүгінге осы. Алда главные новости. Келесі жүздескенше амандық болсын.